Reddit қолданушылары сізді уақытқа артқа айналдырып 0-ші жылға жібереді. Сол жақтағы адамдарды таңғалдыратындай бір зат алып кетуіңіз керек. Не алып кетесіз және қалай таңғалдырасыз? Видеоны бастамастан бұрын біздің YouTube арнамызға подписаться етуді ұмытпа, және де достарыңа таратып лайк бас. Осылайша біз қазақша контентті тезірек дамыта аламыз. Қарапайым зажигалка алып кетемін. Қолымнан от шығарып, шынымен оларды қорқытса, шошытса болады. Жақсы краска алып кетіп, үңгірге барып, барлық химиялық формулаларды, физикалық заңдарды жазып кетемін. Сол кездің адамдары оны тауып алып, ертерек тез дамып кетер еді. Пистолет, телефон, көп батарея және гитарамды алып кетемін. Вечерлерде бәрі жек көретін гитарда ойнайтын бала боласың ба? Айналар 0-ші жылдағы адамдарда айна болмады. Олардың өздерінің түрлерін көргенде не істейтіні қызық. Және де адамдарға айнаға қарау үшін ақша төлеттірер едім. Солай бизнес жасап ақша табамын. Дәретхана қағазын сол үшін 2020 жылы адамдар бір-бірін өлтіре жаздаған. Ей, ол жақтағы адамдарға бұл туралы айтпа, жарай ма? Мен велосипед алып кетемін. Олар мені көріп таңғалады және олар мені қуып жете алмайтын еді. Мен кез келген жермен жақсы жылдамдықта жүріп өтемін. Әрине спорттық велосипед алып кетемін. Келісемін, және велосипедті қуаттаудың қажеті жоқ. Спорттық велосипедтердің сапасы жақсы, сол үшін ұзаққа дейін бұзылмайды. Мен Илон Маскты алып кетемін, сосын көре жатармыз. Лампочка. Томас Эдисонның алдын орап кетемін. Чувак, ол жақта 1900 жыл. Томастың жұмысқа кіріскенін күтіп жүресің бе? Вообще қызық емес. Кока-коланың бос бөтелкесін. Не үшін? Латын тілінде жазылған математика, физика кітаптарын алып кетемін. Рим инженерлеріне көрсетіп, әлемді жаулаймыз. Аңшы мылтықтарын және күннен қуат алатын холодильник. Оларға еттерді сақтауға көмектесіп, аштан аман алып қаламын. Ол кезде тамаққа қосатын приправа, специялар қымбат тұрғанын ескерсек, супермаркеттегі арзан приправаларды алып кетіп, 0-ші жылда сатамын. Бұрын мынадай оқиға естідім. Адамзат алғаш айға ұшқан кезде бір журналистер жасы 100-ге келген кісіден сұхбат алған болатын. Яғни ол кісі туылғанда әлемде мүлдем басқа технологиялар болып жатырды. Ал қазір адам айға ұшты. Журналистер ол кісіге: сіз бір ғасыр өмір сүрдіңіз. Осы уақыт арасында біршама нәрсе ойлап табылды. Сізді ең таңғалдырғаны қайсы деп сұраған болатын. Сонда жаңа кісі: мені бәрінен де таңғалдырған технология ол еден жуғыш, яғни швабра. Шын айтам, бұрын біз үйді еденге еңкейіп жүріп жуатынбыз, ал қазір тұрып-ақ жууға болады. Бір адам шүберекті ағашқа жалғады, осы мені таңғалдырды деген екен. Қызық, иә, ол кісіні Эйнштейн, Генри Фордтардың бары қызықтырмаса керек. О құдайым-ай, 0-ші жылға швабраны алып кетемін демештек. Википедия сайтын электронды кітапшаға скачать етіп аламын. Күн энергиясынан қуаттайтын батарея алып аламын. Ғарыштан түсірілген жердің суретін алып кетіп көрсетемін. Чувак, оған қазір де сенбейтін адамдар бар, ал ол кезде қиын болар. Күн энергиясымен жұмыс жасайтын фонарик. Маған жақындамаңдар адамдар, мына жарықпен терілеріңді күйдіріп жіберем бәрінің. Менің протез темір аяғым. Бірақ білмеймін олар оны қалай қабылдайтынын. Бір жағы қорқып тұрмын, темір деп алып кетіп аяқсыз 0-ші жылда қалам ба деп. Менің үйдегі компьютерімді көрсетемін. Оны қоса алмағанның өзінде оның түрінің өзі оларды таңғалдыратын еді. Металдан жасалған, жылтырайды, пернелері бар. Басқалар жазып жатырғандай күннен қуат алатын қуаттағыш алып кету мүмкіндігі болса, оларға менің ойындарымды, суреттерімді және үлкендерге арналған видео көрсетер едім. Камера алып кетемін. Оларды суретке түсіріп алып, міне сендердің жандарыңды алып қойдым деп суреттерін көрсетіп қорқытамын. Сосын олар сенің камераңды және сені сындырады. Содан кейін адамзат ешқашан камера ойлап таппайды. Өйткені жанымызды алып кетеді деп қорқады. Сосын олар сенің дарға асылып немесе шоқта өртеніп жатырғаныңды суретке түсіріп алады. Қандай нәрсе алатынымызға ешкім шектеу қоймады. Сол үшін жер планетасын алып кетем. Жер жерге соғылады. Бум! Әзірге ең мықты комментарий. Атомный бомба. Бомбаны тапқан кезде жарылатын етіп қой. Танк. Рим империясын жалғыз өзім жаулап аламын. Бірақ оған көп жанармай және оқтар керек екен ғой. Окей, мен жеңілдім. Лазер алып кетемін. Оларды кәдімгідей қорқыта аламын. Карта. Рим империясын Америкаға апарар едім. Ол кез үшін карта шынымен өте мықты қару. Қай жерден жол қысқартып, теңіз жолдарын көріп, жауды тезірек жаулап алуға болады. Көп фотоаппарат алып кетіп, тарихи орындарды суретке түсіріп аламын. Осы заманға келіп, ғалымдарға көрсетіп таңғалдырамын. Білмеймін, сен біз елестетіп жүрген заманның шын фотосын көрсетіп, бәрін быт-шыт қылатын сияқтысың. Сосын бәрін қайта жазып өзгерту керек болады. Қала берші сол жақта, келмеші. Дәріханаға барып, көп дәрілерді алып кетемін. Ол жақта сатып, жақсы ақша табамын. Сол кездегі хандарды емдеп, ат басындай алтын аламын. Бизнес ашамын дейсің ғой. Википедияны бастырып алып кетемін. Сосын оларға алда болатын оқиғаларды болжап, өзімді маг етіп көрсетіп, тақты алып кетемін. Лазер және қатты дыбыс шығатын колонка алып, қорқынышты дыбыстармен бәрін қорқытамын. Достар, 0-ші жылдың жоқ екенін білеміз, бірақ фантазия ретінде 0-ші жылды бар деп есептейік. Ал сені сол 0-ші жылға апаратын болса, қандай затты апарып, оларды таңғалдыратын едің? Комментарийға жазып отыр.